Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен мінсіз құймақ пісіретін боламыз. Менің рецебім бойынша жасасаңыздар, құймақтарыңыз 100% дәмді, жұмсақ әрі жақсы көтерілетін болады. Видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, тұз, жылы айран жылы болуы тиіс, салқын болмасын. Бір жұмыртқа, ас содасы және қант. Мен Аладдидің қатты тәтті болған қаламаймын, сондықтан 3 ас қасық қант саламын. Егер сіздер тәттірек қаласаңыздар, 4-5 ас қасық салсаңыздар болады. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып саламыз. Шым-шым тұз, қант саламыз. Қантымыз еріп, массамыз ағарғанша венчикпен араластырамыз. Миксермен араластырмайсыздар. Құрамдардың барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Қанша граммнан салу керек екен, сол жерден көре аласыздар. Мінекей, массамыз ағарды. Жылы айранымызды құямыз. Жарты шай қасық ас содасын саламыз. Кішкене араластырамыз. Сода қосылғандықтан осылай көпіршіп реакция жүреді. Енді ұнымызды қосып отырып, жақсылап араластырамыз. Барлығын бірге қосып жібермеңіздер. Осылай ұнды 3-4-ке бөліп қосамыз. Сол кезде оның түйіршіктері қалмайды. Мінекей, массамыз дайын. Осылай қатты қою да емес, сұйық та емес, орташа масса шығуы қажет. Енді бетін жауып 15 минуттай қойып қоямыз. Қамырымыз 15 минут тұрды. Табамызға аз мөлшерде май құямыз. Май қызды, үлкен ас қасықпен құймақтарды құйып шығамыз. Құймақтарымыз көтеріліп, қызарғанша 3 минуттай пісіреміз. Мінекей, бетіне тесіктер пайда болды. Бұл дегеніміз келесі бетіне аудару керек дегенді білдіреді. Келесі бетінде 3 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. 3 минуттай уақыт өтті, пісті, шығарамыз. Мен осылай тарелканың үстіне салфетка төсеп қоямын. Бұл құймақтағы артық майларды өзіне сіңіріп алу үшін. Қалған құймақтарды да осылай пісіріп шығамыз. Мінекей, толық піскен. Құймақтарымыз пісті, өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Қазір сіздерге біреуін бөліп көрсететін боламын. Мінекей, ортасы толықтай піскен, әрі өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.